біздің қазір өз қорғап шығып өзіміз алып шығамыз. Жақсы. Топқа да не жыларды толыққанды жеткізеді. Денсаулығыңызды нығайту үшін және денсаулығыңызды жақсарту үшін күнделікті жасалатын жаттығулар түрлерінің бірі. Сұрақ қойып өтейін, сол сұрақтарға жауап берейін. Енді біз денсаулық дегеніміз не, салауат дегеніміз не, тоқталып өтті, денсаулықтың адам өмірінде алатын маңызы туралы. Тағы да ары қарай сол ойды жалғастыру мақсатында ағалар біз денсаулықты неге зор байлық деп атайды дейді. Біз медитация жасау қызықты және бақытты өткізе алады. Жақсы. Және де ол дұрыс айтады, медитация жасау керек. Және де тек қана оймен емес, өзіңізге алдыңызға сабағымыздың мақсатына тоқталып өтейік. Яғни бұл сабақта біз нені меңгереміз балалар? Яғни бәріміз мұқият тыңдаймыз. Біз бұл сабақта дискурсивті эссе жазамыз. Яғни денсаулық зор байлық деген тақырыпта дискурсивті эссе жазамыз. Дискурсивті эссенің құрылымын меңгереміз. Денсаулық сақтау тақырыбы бойынша екі түрлі көзқарасты талдаймыз, дәлелдейміз. Өз ойымызды жүйелі, логикалық түрде шығарма эссе келісу эссесі. Ол түсінікті. Енді ол келісу эссесі түрлері болып табылады. Балалар тағы бір айырмашылық жеке көзқарас, дәлелдерді енгізу. Соған біз қазір толықтырулар енгізейік. Жалпы балалар, бір ғана көзқарас емес, қарама-қарсы пікірлерді де талдау маңызды. Яғни екі түрлі көзқараста болады екен. Оған біз нақты дәлелдер, мысалдар келтіруіміз керек екен. Құрылымына тоқталайық. Барлық эссе сияқты, бұл да неден тұрады? Қорытынды бөлімнен тұрады екен. Қараңдар, кіріспеде тақырыпқа шолу жасаймыз, негізгі және мәселені анықтау үшін санайтын адамдардың пікірі жайлы, яғни өз ойларыңызды қағаз бетіне түсіресіздер. Яғни денсаулықты сақтау үшін тікелей медицинаға байланыстырасыздар ойларыңызды. Түсінікті ғой, ары қарай. Ай сайын тексеріліп жүру керек. Ол бірінші. Екінші, жақсы пайдалы тамақтану. Сол себепті зиянды заттарды жеу жаман. Сендердегі санат денсаулық адам ең басты құндылықтардың бірі. Ол тек физикалық, психологиялық және рухани текшелікті қамтиды. Адамның мінез-құлқы, денсаулығы, тіпті шешімдерін анықтайды. Ол медитация, визуализация, позитивті ойлау және аффирмациялар санамен жұмыс істеудің тиімді тәсілдері болып жақсартады. Сондықтан денсаулықты сақтау тек дұрыс тамақтану немесе спортпен шұғылдану ғана емес, сонымен қатар біздің денсаулығымыздың пайдасы өзімізді дамытамыз. Қаншама байлығымыз барлық түрін өттік, тек қана әдебиет эссеге біз тоқталған жоқпыз. Қазақ тілден, әдебиеттен әдебиет қалыптан сәйкестендіреміз. Келіспеу эссесі дейді. Сипаттамалы эссе. Жоқ, әдебиеттен эссе. Жоқ, сен әдебиет не істедің? Бәрін шатасып кетті ғой. Жауап эссені арая. Elimizde başka konuda adam. Bu aydın nəsil. Sonuçta oldu bayıldı tim bölür. Yani memleketin bütün silkilerinden faydalanır. Medisina İngilizce kalınan bu aydın sağlar. Faydalana bilmemiz керек екен, Жақсы. Тағы да өздеріңнің қандай жарайсыңдар?